діннің қоғамдағы рөлі қандай болу керек деген кезде дін ісі мемлекет ісінен бөлек дедік. Иә, жалпы зайырлы қоғам, кез келген зайырлы қоғам бұл дінді мемлекет ісіне араластырмайды. Араластырмағанда қалай? Діннің құндылықтар жүйесі бөлек, мемлекеттің саяси мүдделері бөлек. Болмаса ішкі халықты басқару тетігі бөлек. Мысалы, сіз діни мемлекет болатын болсаңыз, басқа дін өкілдеріне қалай қарайсыз? Басқа некелерді қалай діни қатынастарды қалай қалыптастырасыз? Сондықтан да бұл зайырлы қоғамдарда діннің көптеген жауап бере алмайтын мәселелерінде құқықпен реттеу деген мәселе ғой. Ал бірақ бұл жаңағы мемлекеттің мүддесіне, саяси мүддесіне байланысты қалыптасатын дүние. Мемлекетте белгілі бір конфессияның өкілі басым болатын болса, мемлекетте оған жаңа басымдық береді. Өзіңіз айтқан сияқты, мысалы, мемлекеттік шіркеудің мұнарасы міндетті түрде биік болады деген сияқты. Болмаса жаңағы сол мектепте оқып жатқан азаматтардың сол конфессия бойынша білім алуына рұқсат береді деген сияқты. Сондықтан да біз осы бағытта өзімізді қандай мемлекеттік жаңағы зайырлықтың түрлері бар, мемлекеттік діні бар мемлекеттер бар, мемлекеттік діні жоқ мемлекеттер бар, қамқорлығындағы мемлекеттер бар, болмаса атеист мемлекеттер бар, болмаса тіпті жаңағы бәріне ортақ қарайтын мемлекеттер бар. Сонда біз Қазақстан қай бағытта боламыз деген кезде осы бағытты біз нақты айқындап, міне осындай мемлекеттің үлгісін қабылдаймыз деген мәселе жоқ. Бізде көбінесе қабылданған заңдарымыздың көбісі Франция сияқты атеизм өте жоғары деңгейдегі қалыптасқан мемлекеттердің заңы болғаннан кейін ол кейде практикада бізге сәйкес келмей қалады. Сол үшін біз жаңағы преамбуласына ханафилік бағыттағы исламның тарихи рөлін танимыз деген сияқты мәселе жазып отырмыз. Ал былай қарасаңыз, ол кейбір тетіктермен тағы қайшы келу керек, неге біз ханафи мазхабын тануымыз керек деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде мемлекет өзінің позициясын айқындаған кезде осы дінге қатынасты ұстаным айқындала түседі. Ал қазіргі жағдайда біздің түсіндіріп жүрген дүниеміз, мемлекет бейтарап барлық конфессияларға бірдей жағдай жасайды және бәрінің жаңағы бақылау қызметін мемлекет бірдей қолға ұстап отырады деген мәселе. Ал бұл да біздің өзіміздің ішкі кухнямызға, ас үйімізге сәйкес келмеуі мүмкін. Неге десеңіз, бізде конфессиялардың негіз басым бөлігі осы мұсылмандар мен христиандардан, православтардан тұрады. Енді ондай болатын болса, мемлекет жаңағыдай преамбулаға жаңағыдай сөздер жазып отқан болса, ертең осыларға қамқорлық жасап, солардың мәселесін алға қарай арттырып, бірегейлікті нығайту арқылы сол конфессияларды мемлекеттік мүддеде пайдалану арқылы халықтың ауызбіршілігіне пайдалану деген мәселе болуы мүмкін. Сондықтан да зайырлық деген дүниеде нақты жаңағы қатынастар толық реттелді деп айту қиын. Біреулер айтады, жаңағы дінді саяси мүддеге пайдаланып жатсыңдар дейді. Біреулер айтады, жоқ, жаңағы мүлде дінге араласпау керек дейді. Шын мәнісінде мемлекет дінге араласпаған күннің өзінде қоғам діннен бөлінбейді.